Домбыра әр қалай болып келеді. Оның пішіні, сапасы, ағашы, келбеті және әрине оның дауысы. Бүгінгі күнде кейбір жандар жақсы домбыра таңдаймын деп, оның тек түр сипатына қызығып, даусының сапасына қарамастан шатасып жатады. Түрінің әдемі болғаны жақсы шығар, дегенмен домбыра аспабы жоғарғы профессионалды аспап болып есептеледі. Себебі бұл аспапты жетік ойнау үшін біршама уақыт еңбектену керек. Ұсынылып отырған видео сабақтарымыз осы аспапты тез арада машықтануды үйретеді. Алдымен аспап таңдауды үйренейік. Бұл аспапты кез келген сауда орталықтарынан, базардан сатып алуға болады. Бірақ ең жақсы домбыраларды арнайы шеберханалардан алған абзал. Сапалы әрі тиімді. Кішкентай балаларға және ересектерге арналған әртүрлі пішінді болып келеді. Қазір домбыраның қақпақ беті жасалу процесі жүріп жатыр. Бұл жерде ең арзан да, ең қымбат бағада таба аласыз. Мына домбыра қара күміспен әшекейленген, ойылып жасалған концерттік домбыра. 3,5 мың ақш долларға бағаланады. Үйіңізде кәдімгі домбыра болса, ойнап үйренуге жарай береді. Тек ішек пернелері түгел болса болды. Келесі сабағымызды аспапты дұрыс ұстап үйренуден бастаймыз.